Жолдасым сәл ауырып тұрмын дегесін қойынды кешкі жұмысты өзім жасап тастайын, көмірді кіргізіп тастайын деп өзім жіпсіп қылайын деп жатқанмын ғой. Сөйтіп екі шелегімді алып көмірді салып жатырмын, шелегімді салып жатырмын. Бір толмайды, мынау кішкене алып өзі бір толмайды, салып жатырмын, көмірді салып жатырмын. Құдай қайтып көтеремін деп ойлап тұрған соң салып жатырмын. Сөйттім да бір уақытта толды, үф дедім да көтеріп алып үйге қарай кіргізіп жүргенсің ғой. Сөйттім да екіншім бар еді ғой деп ойлап қалғансың ғой. Салып жатырмын, сөйтіп отырмын, салып жатырмын, көмірімді салып жатырмын. Үф деп бір заманда толды. О дедім, үйге барып кіргізіп жүргенсің. Үшіншісі дәу бір шелегім бар еді. Мынаны қайтып толтырамын деп ойлап қалғансың ғой. Бір жағынан толып та кеттім деп салып жатырмын, көмірім толмайды жоқ, әлі жоқ, бері жоқ. Сөйттім, бір уақытта толды. Үп деп көтеріп алдым да бері қарай шығардым. Бір, екі деп демалып алдым да опа деп көтеріп жүрдім, үйге қарай кіргізіп жүрдім. Сөйттім, келесі отын еді ғой дедім да бір-екі отын үйге кіргізіп жіберейін деп бардым да отынды алайын деп жатсам, жолдасым шығып саған біреу көмір сал деді ма деп. Жоқ, енді салып жіберейін дегенсің ғой. Сөйтіп отынды алып осы жетеді-ау дедім да көмір үйінің есігін жауып жатсам, жолдасым, неге пысып кеткенсің дегенде камераны көрсетіп келген ғой.